Мал ұрлығына қатысты ақпарат. Өңірімізде алыс-алыс ауылды жерлеріндегі 4 түлікке тыныштық болмай қойды. Тәртіп сақшылары бұған көбінесе иелері кінәлі екенін алға тартады. Қылмыспен күресушілер неге олай дейді? Жалпы алдын алу үшін қандай да бір жұмыстар жүргізіліп жатыр ма? Әріптесім Жанболат Санияз әңгімелесін. Жалпы облыс аумағындағы мал ұрлығы түбегейлі тыйылмағанымен, биылғы жылы біраз азайған, алайда кейбір аудандар мен қалаларда керісінше көбейіпті. Оған себеп қожайындардың қолындағы қой мен ешкісін, жылқысы мен сиырын қараусыз жіберуі екен. Мәселен, жыл басынан бергі 8 айдың ішінде жоғалған 4 түліктің жартысынан көбі далада емін-еркін жүрген жерлерінен қолды болған. Барлық санның тек 22 жағдайында ғана мал ауыл жерлерде тек қорадан ұрланған. Ал 100-ден астам жағдай бойынша малдар өз еркімен жайылып жүрген жерден ұрланған. Міне осы жағдайға ерекше көңіл бөліп, осы азаматтармен түсіндіру жұмыстарын полиция қызметкерлері көптеп жүргізуде. Түсіндіру жұмыстары дегеніміз ауылдағы тұрғындармен тікелей кездесіп, мал бағуды қайта үйреткенмен бірдей. Аудандарға арнайы шыққан ішкі істер департаментінің қызметкерлері жергілікті жердегі халыққа қырағы болуды қадап ескертуде. Ал алаңсыз жүрген кейбір жұрт жоғалған малына іздеу салуды 1 жыл өткен соңда естеріне алатын көрінеді. Тіпті статистика қарасақ, өзінің малының ұрланғаны туралы 4 жағдай бойынша полиция қызметкерлеріне азаматтар тек 1 жылдан кейін ғана шағымданған. Жарты жыл өткеннен кейін 6 азамат полицияға шағымданған. Әрине, уақыт өткеннен кейін оның ізі де суиды, ондай ұрлық қарлықтың ізін ашып, осы қатысты азаматтарды ұстауда қиынға түседі. Сондықтан да ішкі істер органдарының өкілдері жоғалған малын өздері іздеп жүріп алмай, дереу хабарлауды сұрайды. Сонда ғана осы өткізіліп жатқан сансыз кездесулер мен жиындар нәтижелі болмақ. Ұрланған малдың табылуы мен ұрының ұсталуына да елдің сенімі басымырақ болатыны сөзсіз. Жанболат Санияз, Ерлан Сарманов, жаңалықтар.